Правительство турызында спортның пик балғалыс барған ұлысты алын жашып танықтадылар. Россияның спорт министрінің алғыстастық піші базы бұл учреждение чүстілгінің 100 жыл олчатқаны қостыра танығылғы медаль Олимп училищесінің угрыча тренері Николай Дружининге шетірілген. Мұнда өді Хакасияның физической культура жа базы спортча саблық тоғыншысы атқа тұрысқан кізлер адалғанар. Өді Хакасия базының алғыстастық пішінің танықтатқан Алтай айманды балаларны боксқа көнік түшеткен тренер Ибрагим Келшичаков. Андағық арлық сайға тұрысқан Олимп училищесінің олаңы көрісші ұлық тренері Денис Карамчаков. Бұлғанна тренерге пістің спортсменерінің бөзік шидігілері, база олар пістің қазының біріктірілген командасына кірпарзалар ұлы үрініс ағылша. Өдөк тренерлер бір командада бір шөпнің тоғын жатсалар, анзы оларыны прайзын шөпсіндірше. Он жил уже тохт пашам. Борьба келгім гимназияда, Хакасский национальный гимназияда игрынгенде. Миның постағы тренер Чешунов Владимир Гаврилович болшы. И вот иди ол мина борьбаға ходичок тига ах келген. Жоқтан тренироваться болызым, и все, тренироваться болғым, и идёх спортсмен болғым, аның тренер уже полшымам. Хакасияның спорт министрі Сергей Качан алғыстастық шоғында базаға шылдан сығары саблық спортсменерге, база тренерлерге квартиралар беріл сығарлар кен. Аға қозы қалған жаусыл арызына республикада қырық азыры спорт орынары жүстел барғанар тіп танықтан. Антонина Тамачакова, Ольга Стельмах, Антон Новожилов, хабарларға.